қаңтардың 17 күнгі таңғы Зікірден келген хабар жайлаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Түйіндер шешілетін, алайда тоқырап қалатын кезең жақындады деген ақпарат келді. Істеген жақсылықты міндетсімеңдер деген ақпарат келді. Содан мидың үстіңгі жағында жаңа өрістік ашық қара түсті қарма қырау секілді домалақ дақтарды көрсетті. Ана ішінде, дақтардың ішінде неше түрлі ою өрнектер бар екен. Пішіндер сол қазіргі адамдарда, біздерде мида сондай домалақ мөлдір қара реңкті дақтар тұрады екен. Ол терең ойлануға кедергі болып тұрады. Сосын үнемі шектеп тұрады екен. Сол мына біздің жобасы ғой, мына жалаңбас жүру деген, ана көктегі тұрған ақпараттар сол ғана таңба түрінде ана басқа еңет сіңет шаш арқылы. Енді сол заман келе жатыр. Жұрт жалаңбас жүре алмайды. Ол Інжілде тұр да оның бәрі. Інжілде осыны айтып кеткен. Ана әйелдер деген, айтыңдар деген, көшеге жалаңбас шығатын болса, шаштарын қырып тастасын деген. Сонда сол заманда осы омикрон деген ауру болған. Сол замандарда қазақтарда да болған. Қазұрттың басынан ана бұлт қаптаған кезде әйелдер ақ жаулық тартып алады екен да бірден. Ол қайдан Құран түспестен бұрын болған. Осыдан біздің эрамызға дейін. Қазғұрт ең биік тауып болған, соң бұлт киген кезде әйелдер орамалдарын. Қай қасірет келе жатыр деп, онан орамал арқылы қол неғылатын сол кезде, қазақта осындай не болған. Ақ жаулық арқылы, қазірде не болады ғой, бір не болатын болса, бітімге келетін болса, ақ шүберек тастайды алдына. Ақ жаулық арқылы қорғануды сол кел. Міне, сол заман келе жатыр. Қазір енді дұрыс, мынау айтқанда 200-лік заман, енді қазір мына атеистердің заманы басталды. Қазір қобосын кезеңі, заман емес, кезеңі. Қазір Тоқаев билігі атеизм тұрған, басынан аяғына дейін. Осы ана саясаткерлердің бәрі атеизм. Осы атеизмнің енді осы кезеңі басталды. Оған да сынақ түседі енді. Сосын адамның қолдарында дүмпиген домалақ шар секілді магниттік тартылыс күші бар, қара ақпараттар тұрады екен алақанда. Мысалы былай, алақанды төмен қаратсаң, ана шар сияқты ортасында тұрады екен. Кәдімгі бүйтіп желе сияқты қозғау магниттік күші бар. Сол қолы екі істеген күнәлар ақталмағандықтан тұрады екен да, тамаққа да киімге де не ұстаса да соған жаңағы шардағы ақпарат жұғып жүре береді екен. Шаң сияқты, дақ сияқты барлық заттарға жұға береді екен. Сосын қолтықтарда тұрады екен. Осы нәрсені қазір ібіліс пайдаланып, ана алақан тазармаған жас балдар, тағдыр тазылмаған, алақан тазармағандарды апарып қажылыққа барсаңдар, қажыға барсаңдар, сендер дұға тілесеңдер қабыл болады деп. Қазір ислам әлемінің дұғасы мүмкіндігі жоқ. Мүмкін деген алақан тазармаумен байланысты. Мінекей. Қазір соны алақан жайзыратта, соны бір-біріне жұқтырады. Қазір осы кешегі неге барып келді қажылықта. Ол уақытта 2 күн бөлек қазір жаңалдан сөйтіп барып жұқтырып келді ана. Біреудің тағдырында, алақындағын қатар-қатар тұрып, мінекей. Ол бір жағынан Құран жаңағы дұрыс не болмаса, бұл Құран қиянат оны. Дін қиянат деп Шәкәрім атамыз бекер айтып кеткен ба? Дін қиянат деп мінекей. Иман шатақ деп. Міне қазір осы алақанда кеп түсіп тұр. Алақандағы шарды бір-бірімізге ауыстырамыз мешітке барып. Сонан кейін барып, маған тыйым салып, мешітке барып алақан жейме деп. Болмайды. Себебі аналарың мен тағдырларын. Соны барып мен сонда да барып мешітке ішім кетті, үйге зорға жеттім, содан кейін түсіндім, болмайды екен ғой. Сосын соған сондай ұқсайтын шар, бірақ қатты, кішірек пішіні қолтық арасында болады екен. Шарнир сияқты, қозғалып тұрады екен. Ол ана итпен байланысты қолтықтың арасында қалып тұрады. Жылдан ит, мысық сондай немен қолтықтың арасында, мысық деген көбінесе аяқпен байланысты ғой. Ана ол итпен байланысты. Осыны Абай атамыз айтқан, ақыр заман жастары қойында жүру тастары деген. Мінекей. Осыны кеше ереуілге шыққандардың бәрі қойындағы тасын атуға шығады. Осындай қазір ереуілге жастардың осындай керемет өзінде елді қорғамақ болатыны осы тас ату. Тас ату деген осы мінекей. Күнәләрін көбейту.
сосын үлкен үңгір көрінді. Шамасы соның ішінде тұрдым, өйткені ішкі жағынан бұрыштан көріп тұрдым да, үлкен таспен аузы бекітілген сұрша тас екен, оған әк секілді ақтаңдақ шыққан екен. Табиғи өзі сондай. Сол есігі ашылу керек екен, есігіндегі жаңағы тас сол сұрша тас екен. Сосын дыбыс естіп, ана тас домалап, ауыр дыбыс шығарып, орнынан оңай жылжып жатыр екен да. Домалап, домалақ кәдімгі дөңгелек секілді домалап ашылып жатыр да, сосын жаңағы ауыр дыбыс шығып жатыр да, тастың салмағынан. Бірақ оп-оңай жылжып ашылыпты үңгір. Осы нәрсені маған 15 па 10 жыл бұрын көрсетті. Бұл отырар кітапханасының аузын сондай таспен бітеген. Міне саған соны көрсетті. Отырар кітапханасының сонымен қалай ашылады деймін. Сол кезде көрсетті, анау жол салып жатыр екен, анау дәу не ғой, жол жөндейтін экскаватор ма сондай, бульдозер дейміз ғой, кетпені бар. Сонан анау 4-5 үлкен да, солай көрсетті. Анау үлкен экскаватор сондай таспен жапқан. Мен ойладым, ондай таспен сонда қалай жапқан бұрынғы заманда деп. Ауырлығы сонша. Енді бөлініп не қылатынша, бірақ оны кезінде Назарбаев қана айтасын деп, Назарбаев соны кетті ғой енді. Оны жоқ, Тоқаевқа да айтылмайды, Тоқаевты қабылдағысы жоқ. Бәсе ашылып жатқан кезде тау қопарылып жатқан сияқты. Қопарылған сияқты, иә сондай өзі. Таудың бір бөлшегі сияқты мен. Соны көрсетіп, маған сол қалай ашылатынын көрсетті. Ана экскаватор көреді жолын, соны қарасам, ана тас деген, оны әлде қайда биік. Жоқ, бірақ оңай ашылып жатыр. Енді сол зікірмен ашылады. Иә. Сөйтсе ол кезде зікір болған жоқ қой. Сонда зікір үнмен ашылады деп отыр да. Зікірмен ашылады. Міне сол отырар кітапханасы сол. Өзі ашылып жатыр жылжып. Ол уақыт келеді енді соның. Қанипа. Осы Астана қаласында ана Бәйтеректің маңында мекен осы аспаннан ана атом бомбасы сияқты саңырау құлақ сияқты етіп ашылып екен да, андай біресе жоқ болып кететін, біресе пайда болып тұратын бір көріністі көрсетті. Дұрыс, Астана деген мынау ғылымда дәлелденген, мынау бүкіл кеңістік ауадағы нелердің жаңағы сол жердің энергетикалық өрістік соларын тоғысатын жер Астана. Осы Астанада неге бекер айтқан? Абылайхан атамыздың басын қазір 3 бұрышпен барлық жерге тоғысатын, яғни саты Астана 99. Соны саңырау құлақ сияқты үлкен мұны қуат шығады бұл жерден. Иә, сондай. Сондықтан мен де осында алып келген Абылайханның басын қой, олардың бәрі ол Алланың ғылымы ғой, біз түсіне алмаймыз. Дұрыс, ондай қуат көзі осы жерде бар. Сондықтан осы жерге салдырып, оған Назарбаевқа осыны пирамида салдырып, бүкіл мына массондардың ең қуат жүйесі Бәйтерек арқанан қол қойып не қылғанның өзі осында мән бар. Қазақтан осы мына массондық жүйе құласа, әлемдегі массондық жүйе құлайды. Міне қазір соған алып келді. Соны құлату үшін енді не? Біз өзіміз еркімізбенен оны қабылдаған жоқпыз. Сосын енді алдық та Алла тағала сынақты салып жіберді да, сол қазір осының бәрін ана қанменен не болады. 200-дің үстінде ана 260 адам ба қан төгілді. Қанменен не болады да? Құрбандық беріп не қылмады ма? Адам қанменен өлді. Енді әр адамның құны қанша мал болады ол? Өзің ойлашы енді. Алла тағала ол деген енді ешқандай орын толмаса оқиғалар ғой. Осыны Назарбаев Тоқаев билігінде болып отыр. Ал сосын аспанда кеңістікте балықтың аузы сияқты үлкен бір ауыз болады екен. Сол адамның ойын мынандай жұтады екен. Сол теріс ақпараттар жұта ма жоқ білмедім. Ойын. Балықтың аузы сияқты сондай екен. Орысша айтқан черная дыра дейді, қара нүкте. Ана бүкіл ненің бәрін сол ойды нені жұтады да, сосын бір уақыттарда ол жарылады. Сонан айдың толуымен аспанда мұнара пішінді сондай бір зат болады екен. Ол одан кейін ауадағы құм шағыл сияқты ма сондай бір түйіршік заттарды жинайды екен, тазалайды екен. Одан кейін және де ол басқалай бір андай жайылмалы, балқымалы бір көгілдір нұр шашып тұрған зат сол ауандағын тазартады екен. Ауа бір тазарады екен ай толғанда ма сол кеңістік. Ай толды ғой, соның сыпаты. Содан кейін адамдарда ұйқысы қанып қалады екен, немесе ойы жаңарып бір сергектік пайда болады екен. Бүгінгі ерекше ғой. Міне ай толды. Енді әлем ғалымдарының, масқаптардың осындай терроризм, экстремизм деген не ол? Ғалымсыздық, хайуандық, былай айтқанда. Хайуандық, былай айтқанда ол Абай атамыз айтқан соны
ғалымсыз адам хайуан деген. Хайуан да төменге түсуді осы сол қазір терроризм экстремді ат қойғанда ол әл елдің хайуандығы бөлек. Осы масхабтың хайуандығы 2 күн, міне әлем несіне 2 күн қазір масхаб бойынша бүгін хижраменен 16 болу керек, ай солу керек. Керінше ай толып жатыр ғой. Ал осын түсінбейтін елбекті осыны масқара отқанын, осыны қойындарына тас тығып отқанын білу керек қой. Есеп білмеген есек. Есектер осындай бүкіл әлемнің ғалымдары есек болғанына осы дәлел бүгін менен. Ал қаулы болсын. Бүгін қаңтардың 18-і кешкісі кір. Ордаға Қойлыбай бақсата келді. Қобызымен ордан аластады. Қаралық сылып түсірді. Қайран менің қазағым 3 ғасыр бодан болдың. Бір жығылып бір тұрдың. Еңсеңді көтердің, қайта тұтылдың. Өмірің итжықспен келе жатыр. Шыда, сүрініп жығылсаң да шыда. Тұрмысып алға ұмтыла бер. Ата бабан көксеген алтын ғасыр, сенің ғасырың келе жатыр. Оның иесі қазақ, сен боласың. Алланың қалауы осы, Абылай мен Қабанбайдай аталарың ат үстінде, артында сансыз әскер тұр. Қорқыт бабаң отыр қобызын күңірентіп, артында үн қосқан тау мен тас, ұшқан құс жүгірген аң тұр. Пайғамбар Мұхаммед ақбадасын беріп тұр, аруағын күңіреніп, сенің тілеуін тілеп зарлап тұр. Тек сен осыларға үн қос, ата баба дәстүрін тыңдап, оны өміріңе кіргіз. Бойыңды таза ұстап сілкінші, арақ пен темекіге жолама, өтірікке жолама, даурық көшеге шықпа, ақылға сал. Мен қобызымды күңірентіп, сендерге үн қосудамын. Қазақ даласы тазарып жатыр. Өте аз қалды. Қазағым деп кетті Қойлыбай бақсы. Ассалаумағалейкум әлеуметтік қауым қаздайылы. Бүгін 20 шыққандар ақшам зікірі. Енді ақшағыл көрген білгеніңізді айта отырыңыз. Армысың қазағым. Бүгінгі ақшам намазында көрінгені бір 2 дәу боғы көрінді. Мүйіздері арабада бір алла дәу екен. Сол көрініс болды. Одан кейін сәукелеген бір 10-15 қызау деймін. Күшіп көп бұлай қарай. Тұра мен солардың алдында отыр екем деймін. Сол баға дейін келді. Соны көрсетті. Кейін бір нан түсті. Табанан. Табананның үстіне бір алма кеп түсті. Алма нан болып кетті. Кейін нан көбейіп кетті. Әр түрлі нандар. Улшқы нандар, үлкен нандар, пәтір нандар көбейіп кетті. Кейін бір 2 үңгір көрінді. Үңгір 4 бұрышты бір қолмен сағандай ұзақ екен, іші жарық екен. Свет көрінбеді бірақ. Іші жарық, ішінен бір әйел шықты алдыман. Соңынан тағы бір әйел шықты. 2 әйел шығып, сол үңгірдің алдында тұр. Кексе кісілер, енді әйел кісілер. Осы бүгінгі көрініс. Енді қабыл болсын. Бұға енді бұл жаңа бақшылықпен байланысты. Ол аруақтың иесі қабыл болсын. Енді алма дейді, ол алма енді жұмақтың несібесі дейді ғой. Енді ол жерге түсіп, нам болып кеткен енді бұйыртса сол көктен бір несібелер келер қазақ еліне, алла бұйыртса бәріне жақсы болар. Соны көрсетіп отыр ғой. Енді жаңағы ұшып жүрген ол жаңа ағаларымыз ғой, біздің қолда қорғап, риза болып, қуанып жүрген ұшып жүрген сол көтеріп отыр олардың рухы. Содан кейін көргеніз үңгір енді бұн ойлап отырған мен қорқыт адамнан аян көргем, сонда үңгірдің ішіне көргем. Сол кісі ме деп отырдым да, алла берді сол кісі рух риза болып тұр екен. Қорқыт анамды құран қосамыз ғой. Осы әрқашта құран қосып отырмыз қорқыт анамызды. Қабыл болсын енді. Әмин. Гүлдер экранға шығарып, көпшіліктің сауабына кеңесіңдер деп келді. Оқылған зікірде Қорқыт баба насихаттап өтіндер көрген білгенді көп сүргеннен емес, көп көргеннен сұра дегендей, әр қайсың берер азықтарың бар, тұмшаланбай ашылыңдар, елімнің қасиеті көркейе берсін деп осылай келді ақпарат. Маған бірінші көріністе қара квадратты көрсетті. Қара квадраттың ар жағынан мен ең бірінші ойладым, самауырын ба деп. Жақындап келе шыққанда жарқыраған үлкен кеме болды дағы, осы орданың ортасына келіп тоқтады, сондай жарқыраған әдемі. Сосын екінші ақ квадрат шықты алыстан. Сол ақ квадраттың ішінен Ыбырай Алтынсарин шықты. Содан кейінгі көріністе
мына Абылайхан атамыздың жері деп көкейге келді. Кигіз үйлер салынған екен. Жаздың күні екен. Самаурындар қойылып, сол жерде қойлар жайылып, сол жерде бір жайма шуақ, сондай әдемі көрініс көрсетті. Қабыл болсын. Енді мен өзім көрген бірінші үлкен сандық ашылып, ішінде көп аруақтар шығып отыр, соның ішінен. Содан кейін айтқаны Қалмұрат деді ма, Салмұрат деді ма, етікші келді деді орадағы. Сол етікші өзінің қол ұшын берейік деді. Салмұрат деді, оны толық алмай қалмадым. Бірақ Мұраты бар еді артында. Содан кейін орман екен, ар жағында қорған, төмен жақта бір кісі, көп адам кетіп бара жатыр да, бір кісі соған бара жатыр екен. Сол ішінен де жақындап көрді. Ана біреу артқары әйел екен, оттан қызыл садақ алды да, ана келші адамды атайын деп жатыр екен. Соны көрсетті. Мен білмедім, бұл не нәрсе екен. Бисмиллахиррахманиррахим. 21 қаңтар таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Кең дала зікір үнімен тазаланып жатты. Қойлар көрінді. Бір жақ қойлар әппақ, екінші жағындағы қойлар қоңырлау болды. Әппақ қойлардың үсті жып-жылтыр болып тұрды. Бос кеңістікте қойлардың ортасында бір ата малдас құрып, қойларға қарап отырды. Одан кейінгі көріністе қауыз көрінді. Сулар жоғары қарай жып-жылтыр болып көтеріліп жатты. Оғланды ата көкейге үн салды. Құдайын мойындаған, сенген ұрпақтарға қауыздағы су шипа береді. Қаңтардың 17 күнгі кешкі ақшам зікірінен кейін хабарды. Европада ма сондай бір қарлы даланы көрсетті. Сол жерде ана үй жануарлары, ит, бой аласа бір андай жылқылар болады ғой. Солардың қаңғып сол жақта жүргенін көрсетті. Біраз әрекеттері біраз қалыпты емес, сондай қаңғырып кететін сондай жағдайлар бола ма, соны көрсетті. Жануарларға сынап түседі, оларда да сол жандай бір не жоғалады ғой, шамасы. Естілік, былайша айтқанда, үйренген. Сөйтеді екен. Сосын балаларға нанның, күріштің қайдан келгенін соларды көрсету керек деп сөйтіп жатыр, айту керек деп. Дұрыс, кейбіреулер оның нанның қайдан келетінін, оның шынында ол қалалықтар көбісі білмейді ғой. Шында оны айтып, негізі ондай ол туралы сабақты өткізу керек. Нанды қалай пайда болатын, егетін, оны тамақ. Кеш жарық. Ошақты көрсетті, ошақтың үстінде қазан тұр, қазанда сүт толып тұрғанын көрсетті. Сосын 17 санына қарама қайшылықтар көп, сондайлар көбейді деп салды, 17 санына деп. Самалдар ғой. Сосын жан азуы, ол тілдің қадірімен ұлт болудан қалады дейді. Адам жаны азған кезде мәңгүрт болады деп сондай. Онсыз да ол жан арқылы адам ұлтқа айналады. Қазір біз өзімізше ойлаймыз ғой. Мен осындай атам пәлен болған, мен біреуміз найманбыз, біреуміз шапыраштымыз, біреуміз арғынбыз, біреуміз адаймыз деп осындай бір шіренеміз ғой. Айналып келгенде, біз Құранда тұрған сендер өзге ұлттың нәсілінен жарандың. Біздің нәсіліміз бөлек ол. Бізді қазақ болу үшін осылай жаратты Алла Тағала. Сондықтан біз сол елде шыққан тегін тану үшін, сендер тектерін тану үшін жараттым деген да. Сондықтан біз тегімізге тартылуымыз керек. Яғни біз осы тектен жаралыққа, бірақ базға нәсіл болып келдік. Сондықтан жаңағыдай сол өзің ұялмасаң, ана тіліңді меңгермесең, онда әсілмесең, онда жан дамымайды. Мәселе сонда. Сен 100 жерден басқан 1000 тілді меңгере бер, өз ана тіліңді бер, өз жеріңе ата дәстүрін ұстанбасаң, сенің жаның өспейді. Осы аяттарға сынақ қойған. Соны Құранда ашық ескертіп қойған. Тағы бір көрініс болды. Құрғақ жер менен суды көрсетті. Сол суға бір үлкен талдың көлеңкелері түсіп тұр. Көп талдың сол судан бір кішкентай қара күшіктің шалмай жатқаны. Ол жерде бір сондай бір тыныштық болды да, соның ана жердің өрістерін де бір менің ұққаным жердің өрісінде өзгеріс па, сондай бір қозғалыс па сондай болып атырсқан секілді сондай болып. Сосын сырты қанық көк, ортасы қып-қызыл, ол қай
не екенін білмеймін, жаңағы жер шарынан басқа да бізде көп қой басқа ғаламшарлар, соның біреуі сол өте жақын көрінді, сол сырты көк, ортасы қып-қызыл болып баған сондай. Жақсы ақалы. Бүгін қаңтардың 19-ы таңғы зікір. Ордаға жиренше шешен келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Қазағымды құртқанда шіркін дүния құртты ғой, бірақ оны көпшілігі түсінбейді. Дүния қууды бір заңдылық деп есептейді. Қарызға батсаң әйеліңді қуыршақ қылып киіндірем деп баттың. Құндыз тонды түр-түрімен кимесе өліп қалады дедің бе? Нан таба алмай қарызға батқан жоқсың ғой. Атаң қазақ қатынына 2-ден құндыз тон әперіп әспеттеп еді. Қайран аш көздік ердің де әйелдің де көзін шел бастырды. Ханның оң тізесін басып қасында отырғаннан ақ дүния қызылды жасылды болып алды артымды орап алатын. Сан сәйгүлік алдыма келіп тартылды. Інжу маржан өз алдына. Алла оңдап, аруақ қолдап көңілімді бермедім. Өзімді олардан биік қойыппын. Күркемнен аяғым шығып жатқан халім кең далаға тарап кетті. Бұл менің салған әнім екен. Бұл менің айна қатесті өткен өмірім екен. Менің атым жиренше болып осылай қалды. Бар мақсатым шындықтан айырылмау болды. Мен соған жеттім. Бүгінгі ханның кеңесшілері өзіңді менімен салыстырып, сонда сен өзіңді өзің танисың, өзіңді өзің көресің, деп кетті жиренше шешен. Minha não vai dar.